Баршаңызға сәлем. Мен 7-ші А сынып оқушысы Нұрмахамбет Аиша. Өзімнің оқыған кітабымды айта кететін болсам, бұл Лев Толстойдың Анна Каренина кітабы. Бұл Анна Каренина кітабы әлемде кеңінен таралған махаббат туралы романдардың бірі болып келеді. Бұл романның оқырмандардың қолынан ғасыр бойынан түспеуі, адамның ішкі дүниесін жақсы зерттей білуі. Бұл роман тек қана махаббат туралы емес. Бұл отбасы, қоғам және де осы қыздың өмірі туралы болып келеді. Мен осы оқыған кітабымды өзімнің класстасым, өзімнің сыныптасым Раушанбекова Шырнайға ұсынгым келіп тұр. Рахмет. Ал мен саған Михаил Юрьевич Лермонтовтың «Герой нашего времени» кітабын бергім келеді. Бұл кітап өте қызықты, әрі саған оқуға кеңес беремін. Бұл кітапта 5 бөлімнен тұрады және де әр бөлімде өте қызықты оқиғалар баяндалады. Бұл кітап ретсіз, хронологиялық ретсіз орналасқан, сондықтан да әр бөлімде қандай қызық оқиға болатынын сені қызықтырып, оқуға әрі қарай оқуға қызықтырады. Рахмет.